Бүгін сіздермен ең тәтті женттің рецептімен бөлісетін боламын. Яғни бізге ол үшін қызып тұрған табаға майымызды саламыз. Майды салып, баяу отта араластырамыз. Яғни үздіксіз барлық майымыз ерігенше араластырып тұруымыз қажет. Жентке табиғи таза май болғаны жақсы болады. Майымыз әбден ерігеннен кейін үстіне бір кесе сгущенка саламыз. Сгущенка салып, жақсылап араластырамыз. Сгущенкадан кейін үстіне бір кесе бал саламыз, яғни мед саламыз. Медімізді таза табиғи болғаны дұрыс. Себебі бұл мед бізде женттің жақсы шығуына тікелей әсерін тигізеді. Мед, сгущенка, май үшеуін араластырамыз, яғни біркелкі масса жасаймыз. Отта әбден, баяу қызып тұрған отта әбден еріп араласқаннан кейін үстіне бір кесе мейіз саламыз. Яғни бізде мейізіміз ұзын, үлкен болып жатса, ортасынан бөліп кішкене етіп жасауға болады. Келесі үстіне, осы массамыздың үстіне жармамызды салып араластырып отырамыз. Яғни араластыруды тоқтатпаймыз. Барлық жармамызды салып, біртіндеп салып араластырып женттің жасаймыз. Яғни оттың астын сөндіріп, тағы да бір рет араластырып, қолымызбен тексереміз. Тым қатты, тым жұмсақ болмауы қажет. Келесі өзімізге ұнаған формаларды аламыз. Яғни мендегі бар формалар, осындай формалар әркімде әртүрлі. Ол немесе пакетке салып та қатыруға болады. Формаларға саламыз, морозильникке қатырамыз. Менің бұл женттің рецептісі өте бірден шығады, дәмі өте керемет, ерекше болып шығатынына сенімдімін. Женттің рецептісі ұнаса, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.